Мынада нағыз енді сүт қалып бар, а мынада тек қана қант. Вот 43% қант осында тұр. Сол себепті таңдаған кезде, қараған кезде осыған қарайсыз құрамына, соған байланысты ішесіз. Зертханаға жүгінуге мүмкіндік болмаса, міне осылай. Заттың басына қарап-ақ өнім құрамын бағамдауға болады. Бағдарламамыздың тұрақты сарапшысы Насима Жүнісова бүгін қойытылған сүттің 2 түрін саралап берді. Міне 2 түрлі қойытылған сүт. Біреуінде тек қана жаңа сүт, қант. Бірінші жапсырмасына қарайсыз. Құрамы қандай екен. Ең бірінші тұрған зат ең көп деген сөз. Мысалы, біреуінде мынада ең бірінші сиырдың сүті, цельный сиырдың сүті тұр, потом қант тұр. Потом қосылатын бір добавкасы тұр. 3 заттан тұрады. Мынау сүт 9 заттан тұрады. Ең бірінші қант тұр. Ең көп қант деген сөз. Екінші жаңағы құрғақ сүт тұр. Ары қарай тек қана жаңа өсімдік майының 3 түрі тұр. Пальма майы бар, тағы да. И қалғандары жаңағы стабилизатор, консерватор. Пайдасы стандарт бойынша әртүрлі осы қойытылған сүттің көп түрлері. Соның біреу жаңа нағыз неден жасалған, сүттің өзінен, қант екеуінен. Болмаса, жаңа әртүрлі қоспалар қосылған. Пайдалысы сол нағыз сүт пен қанттан ғана тұратын. Оның пайдасы жаңағы сүттің құрамындағы барлық заттар қалады. Сонымен пайдалы. Ал енді пайдасысы ол енді майлылығы, қанттың көптігі. Май 16%-ға дейін жетеді. Сливкімен бірдей, кілегеймен бірдей. Қанттың құрамы, қанттың үлесі 43%-ға дейін жетеді. Енді пайдасы сүт болса, құрамдағы заттар, белсенді заттардың бәрі бар деп айтамыз. Ал енді зияны осы. Фенилаланин арқылы мысалы әсер етеді. А фенилаланин ол миға әсер етеді. Жаңа көңіл күйдің бұзылуы, қандағы мысалы қанттың деңгейі төмен түсе бастаса, жаңа көңіл күй бұзылып, бас ауырып, тәбет қашып, берекеті кетіп қалады адамның. Тәтті тамақты пока жегенше, оны жегеннен кейін тағы да бірақ жегісі келеді. Мысалы, тәттілендірген су, бәрі ішеді ғой, тәттілендірген шай бар, сусындар бар, әр түрлері. Сіз бір рет ішкеннен кейін біраздан кейін тағы ішкіңіз келіп тұрады, одан кейін тағы ішкіңіз келіп тұрады. Бұл сол, оның құрамындағы жаңағы тәттілендіргіштер, жалғыз аспартам емес, сукралаза, неотан, өте көп түрлері бар тәттілендіргіштерді. Қантты шектен тыс қолдану семіздік пен тәуелділіктен бөлек қант диабеті. ГОС деген енді бұл мемлекеттік стандарт. Ол стандарт болады, жаңа бір елге ғана жүретін, немесе халықаралық стандарт болады. Стандарттан өткізердің алдында құрамына кіретін бүкіл заттардың бәрі жақсы зерттелуден өтеді. Адамның ағзасына қандай әсері бар деген секілді толыққанды тексеруден өтеді. Яғни ГОС-қа сәйкес болу үшін тағамдық өнім көп, менеджменті көп, мысалы тексеруден, қадағалаудан өтеді. Ол жаңа өзінің өнеркәсібі иесі өзі бәрі ұйымдастырады. Технологиялық условие дейді, ол технологиялық шара. Мен өнеркәсіпті иесімін. Мен мысалы сүт өнімін, жаңа сүтті коктейлді, мысалы банан қосылған сүт коктейль жасағым келеді. Мен оны өзім, рецептін өзім құрастырамын. Тоже зертханалық әртүрлі жұмыстар өткізем, бірақ енді толықтай ГОС секілді емес, толық сақталмайды. Мынада енді менің кішкентай фантазиям қосылады. Сондай-ақ, қойытылған сүт таңдағанда оның темір қалбырдағысын алғаныңыз абзал. Себебі ол тасымалдауға көбірек шыдамды, әрі фальсификат болмауы мүмкін. Және оны күніне 2-3 қасықтан артық жеуге болмайды. Бала емізетін аналарға да көп қолдануға кеңес берілмейді. Балаларға қойытылған сүтті тек 2 жастан асқан соң ғана аз мөлшерде берген жөн. Ал енді сізде аллергия болса, мысалы лактозаны сіз құртпайсыз, онда сізге ішуге болмайды.
қатты майлы болса ішуге болмайды. Мысалы, егер сізде ұйқы безінің несі воспалениесі дейміз, қабынуы болса, если сізде жаңағы бауырыңызда жировая дистрофия дейді ғой, сондай болса, онда майлы сүт ішпеңіз, мысалы. Адам өзінің денсаулығының жағдайына байланысты қолдану керек.